Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Ерлан Қабата YouTube арнасы. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта X Factor 2023 жеңімпазы чемпион Мирас Ербол. Ассалаумағалейкум. Мирас, құтты болсын тағы да. Рахмет. Қош келдің. Енді қазір уақыты сен де түсінеміз. Осы уақытыңды арнайы бөліп сұхбатқа келіскеніне біріншіден алғыс өзіне. Ал енді осы YouTube арнамызда бізде тек қана Шығыс Қазақстан емес, бүкіл Қазақстан көретін анық. Енді өзің біраз кеңінен туған жерің туралы айтып өтсең, сұхбатымыз бүгін асықпай бәрін айтатын боламыз. Оған дейін өзің туған жерің, балалық шағың қай жерде өстің, бір ауыз айтып өтсең. Иә, мен Қатон-Қарағай ауданы үлкен Нарын деген ауылдың тумасымын. Туған жеріміз өте керемет. Барлық қазақстандықтар білет қандай керемет әсем табиғатымен танылған мекен Қатон-Қарағай ауданы жалпы. Сол ауданның орталығы үлкен Нарын деген ауылдың тумасы боламын. Иә, енді балалық шақ дейміз, жалпы сен отбасында әкем бар, анам бар дейміз. Жалпы өнерлілер бар ма өзіңізде? Сол бір мысалы біреудің әкесі не болады, әнші болады деген секілді. Иә, отбасым өнерлі отбасында дүниеге келгенмін. Әкем домбырашы, домбырамен дәстүрлі ән орындайды. Соның жолын қуып келе жатқан ағам екеуміз, үлкен ағам Раджан, мәдени қызметкер, әнші. Және де мен, анам да ән орындайды, бірақ та енді әуесқой. Екінші ағам да ән орындайды, әуесқой түрде. Сол біз ағам екеуміз әкемнің жолын қуып, осылай ары қарай да жалғастырып келе жатырмыз. Расымен де бүкіл отбасының барлығы шынымен өнерлі екен, әкенен бастап анаң дейін ағаларың әнші екендігі. Енді жалпы білімің қандай білім, жоғары білім дейміз ғой, музыкалық білім бар ма негізінде? Жоқ, музыкалық білім мүлдем жоқ. Мен негізі Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетін дене шынықтыру және спорт мамандығын тамамдаған болатын. Және де қазір таңда үлкен Нарын ауылдық лицейінде дене шынықтыру мұғалімі болып жұмыс атқарамын. Демек, мұғалімсің. Иә. Неге музыкаға ондай болған жоқ па түсу? Әрине ойымда болды, бірақ та өтпелі кезең болады ғой адамда. Ломка болды дауысымда. Сондай кездерде өтіп жатқан кезде переходный возраст дейді ғой. Сол кезде мамандықты таңдауға бел бумадым. Жалпы айтқанда тәуекел еткім келген жоқ. Өйткені менде дауыс болған жоқ. Сол бір студенттік шақтарда ақша керек болды, әрине. Ресторандарда жұмыс жасауға, ресторандарда ән айтуға ұсыныс жасады. Осы өнердегі ағам Эльдар Вадинов деген Өскемендегі белгілі бір әншілердің бірі. Сол мамандықты осылай таңдадым. Дене шынықтырушы және спорт. Негізі өзім спортпен айналысып жүрдім дәл сол мектеп бітірер шағымда. Ол енді біздің сұхбатымыздың басы болған, осылай енді туған жер, білім дейміз, оны ертең де сұхбат көрген кезде кісілер жазу мүмкін, білмеуі де мүмкін, туған жерді біреу білсе. Енді осы неге оралсақ, X Factorға іріктеуден бастайық. Қайдан естідің, ұсыныс кімнен түсті, қайдан көрдің, қалай болды деген секілді ең бастысы. Иә, мен негізі басқа жобаға бара жатқан болатынмын. Пойызден түсе салып, осы кастинг жайында Instagram желісі арқылы біліп қалдым. Сол біліп қалдым да пойыздан түсе салып. Пойыздан қайдан келесің сен? Қай жаққа бара жатсың? Алматыға ма? Өскеменнен Алматыға бара жатқан болатынмын. Иә, бірақ басқа Норвегияға караокедан әлем чемпионатына бара жатқан болатын. Бірақ та бір қаржылай қиындықтар туғаннан кейін мен ол жобаға бара алмадым. Және де сол пойыздан түсе салып сақтанып, осы X Factor жобасының кастингіне баруды жөн көрдім. Ең алғаш кастинг болады, предкастинг дейді ғой. Сонда іріктеуіне кіріп шықтым. Содан кейін бір аптадан кейін хабарластым. Мен ауылға қайтқалы жатқан болатын. Билетімді алып қойғанмын. Таңертең ояндым, WhatsApp-тан SMS келіп тұр. Сіз ары қарай өттіңіз дейді ғой. Мен осылай администратормын. Сіз X Factor жобасының бірінші кезеңіне өттіңіз дейді. Мен ана жерде қуаныштан көзіме жас алып, қатты қуанып, айғайлап, ана жерде жанымда достарым болған. Таң болған ол кезде. Айғайлап бүкіл үйді басыма көтеріп ана жерде. Шынымен арманым болған сол.
түсініп отырмын сенің қуанышыңды. Менде де бір сондай бір жобаға қатысқан кезде сөйтіп маған айқаса звондап астанаға келесің кезде бір кәдімгідей бір қатты қуанғанмын да сол кезде. Иә. Бүгін бір саған бұл не болды ғой, бір жолдама. Иә, жолдама болды. Өйткені бір жағынан мен ауылға бір сәтсіздікпен барғым келген жоқ. Иә. Өйткені мен осы әлем чемпионатына бара алмай қалдым караокеден. Не істеймін? Күнде ойланамын. Қалтамда 300-ақ мың теңге болған. Сол менің бастығымның көмегімен алынған қаражат болатын. Қолдау, Иә, қолдау болды, иә. Сол 300 мың теңгемен мен Норвегияға баруға мүмкіндігім болған жоқ. Өйткені маған тағы да 1.200.000 ақша керек болды. Өйткені Норвегия әлемдегі ең бай мемлекет және ең қымбат мемлекет. Сондықтан енді бара алмадым. Бірақ та караокенің аты караоке. Мына X фактормен мені бүкіл Қазақстан көріп, бүкіл Қазақстан таныды деп ойлаймын. Иә, енді әрбір істің бір өзі қайыры бар дейді ғой. Сен неге бара алмадың, бірақ X фактор саған беріп тұр емес ғой. Иә, қуған жетпейді, бұйырған кетпейді дейді ғой. Бірінші кезең дейміз, бірінші кезеңде қандай ән орындадың? Кім саған кеңес берді? Осы әнді кіммен ақылдастың? Бірінші кезеңде мен өзіме қатты жақын әндердің бірі Мәди Сыздықовтың репертуарынан Сағындым деген әнді орындаған болатынмын. Ол әнді мен Мәди Сыздықовтың өзінен сұрап алған болатынмын. Ол кісі маған бір сол Мәди Сыздықовтың Сағындым деген әнін орындаған болатын. Ол кісі менің ешбір жоқ деген жоқ, сұрауыма жоқ демей бірден келісіп, мен сол әнді орындаған болатынмын. Және де өте керемет эмоцияда болдым, өзім қатты қобалжып тұрдым. Өйткені шаршап қалдым, түнгі 2-де ең соңғы болып съемкаға кірдім. Бір даусымнан шынымен де қобалжып тұрған білінген жоқ болды. Бірақ денем, бүкіл мимика кәдімгідей қобалжып тұрғанын көрсетіп тұрмын. Денем дірілдеп, мына қолымды осы жерге қойып алғам. Қолым қозғалтайын десем, бір бүйтіп қозғап айтайын десем, қимылдамайды. Сол бір тұрып алдым, осылай тұрып алдым. Керемет айтып шықтым. Бірақ ана Дильназ Ахмадиев айтты ғой, мен сенің айтқан әніңдегі әрбір сөзіңе сендім деп айтқан кезде, мен сондай бір өмірге деген талпынысым одан сайын ерекше бір не алды, күш алдым. Ана кісінің несі дауыс арқылы сөз саған пікір айтты. Дильназ Ахмадиева осындай әнді айтыпсың ғой, әр сөзіне сен саған көне берді, жігер берді, күш берді ары қарай. Иә. Содан кейін тағы бір апта өткен соң екінші кезең болды. Екінші кезеңде Любовь похожая на сон деген ән. Екінші кезеңде сол бірінші кезең мен екінші кезең аралықта сол бір апта, иә, бір апта, бір апта уақыт береді сіздерге. Әнді сол бір апта бойы дайындаламыз, иә. Сол Любовь похожая на сон деген әнді орындадым. Және де жақсы орындап шықтым, бірақ та маған Нұрберген Махамбетов тәлімгерім, болашақ тәлімгерім ол кезде өкінішке орай үйге қайтасың деді. Көңіл күй жоқ. Маған орын жоқ. Иә, әрине көңіл күйім сәл түсті. Бірақ та енді қабылдадым. Менің осы жерге дейін жеткенімнің өзі мен үшін жеңіс деп қабылдадым да. Жетістік. Мен ары қарай ешбір ренжімей, ешбір уайымдамай ауылыма қайтып кеттім. Содан кейін барлық эфирлерден шығарды. Осы біздің өнер көрсеткен кезеңдердегі өнер көрсетулерімізді эфирден шығарды. Сол кезде жариялады осылай. YouTube'да бірінші тур бойынша ең көп лайк жинаған адамды финалдық концерттердің біріне қонақ ретінде шақырамыз. Мен содан кейін енді ешбір жасырмай-ақ қояйын, менің шынымен де ниетім болды. Сахнаға шығу деген бір белгі болды ма, бір тағдыр ма, мен барлық туыстарыма, WhatsApp желісіндегі топтардың барлығына жіберіп, лайк басыңыздаршы, өтініш. Көмектесіңдер. Иә, көмектесіңіздер. Иә. Сол достарыма жіберіп, барлықтарына жіберіп, жан-жаққа таратып, сол кезде лайк бойынша 4600 лайк жинап, және де маған сол дауыс беру аяқталған соң дереу хабарласты маған. Осылай, осы күні келесің деп. Сол мен демеушілер іздеп бірден Алматыға жол тарттым.
және де мен ол кезде тек қана қонақ ретінде қабылдадым. Қонақ ретінде шақырды, қонақ болып келесің, қонақ болып кетесің деп айтты. Жақсы. Ең бірінші тақырып сол шығыс әндері, восточная тематика. Сонда мен бала деген әнді орындап жүрдім. Барлық репетициялардың барлығында бүкіл ведущиймен барлығымен өтті репетиция. Мен бүкіл қатысушылар мені қарсы алып алады, мен концертті ашып беремін. Мен шығам, әнімді айтамын, маған жүргізуші келіп өзінің сұрақтарын қояды, мен рахметімді айтамын. Содан кейін мирас, сахнадан кетсеңіз болады, рахмет сізге деп мен кетіп бара жатамын. Сол барлық репетициялардың кезінде солай болды. Енді ішінде бір түйсік болады ғой, мүмкін мені қалдыратын шығар бұл жобада. Бірақ та соңына дейін бүкіл генеральный репетицияға солай болды ғой. Және де сол ана тікелей эфирде бірінші концерт біткен кезде дәл солай болды. Мирас, рахмет деп мен сахнаға түсіп бара жаттым. Мирас, тоқта деп қайтадан айтады ғой. Содан кейін тәлімгерім Нұрбергенге сұрақ қояды, сіз өкінесіз бе осылай Мирасты жобадан шығарып жібергеніңізге? Әрине өкінемін деп. Содан кейін Арнұр Истыбаев өкінудің қажеті жоқ, жаңа жылдық тосын сыйлар деп айтады да, бірінші арна Евразияның генеральный директорының шешімімен Мирас Ерболов 10-шы финалист деп қалды. 10-қа кірдіңіз ол кезде? 10-қа кірдім сол кезде. Мә дедім. Менің енді үмітім сөніп қалған. Басында сеніп жүрдім мен. Шынымен де жобада қаламау деп. Бірақ ана ешбір репетицияда айтқан жоқ қой. Кішкене дайындайды ғой адамды. Содан кейін енді қуанышымда шек жоқ. Ана бір уақытта қарасам мен тісімді жауып тұрмын. Нұрберген де бүйтіп аузын жауып. Шынымен де мен қатты қуанып кеттім. Сол сенің бір енді сәттілігіңді жол үлкен ашылды ғой, есік 10-қа кіргеннен бастап ары қарай өте берін секілді. Чемпиондыққа деген жол ашылды сол кезде. Енді ары қарай мен өзіме тек қана бір мақсат қойдым. Мен сахнада бір ең соңғы рет ән айтып тұрған секілді өзімнің енді барлық жан дүниемді салып әндерді орындадым. 10-шы кезі басталды ғой, 10 тур. Сол финалға дейін бірнеше әнді орындадым. Әртүрлі бағыттағы әндер орындадым. Сол саған ішіне қай ән өзіне қиын болды? Қиындық туды, болмаса барлығы қиын болмады деген секілді. Әрбір ән өзінің бірнеше бар шығар. Иә, әрине, әрбір тур сайын қиындықтар туып тұрды. Бастапқы 3-4 кезең бойы мен үлкен сахнаға үйрене салмай, қобалжу болып, сондай нәрселер болды. Сахнаның өзінің қиындықтары болды. Үйрене салмай жаттым. Бірақ та енді 5-ші кезеңдерге таяу мен ашыла бастадым. Басқа тілде ән орындай бастадым. Үйрене бастадым ғой, ойынды үйрете бастадым. Иә, сахнада еркіндік пайда болды. Еркін сезініп, иә. Содан кейін ең бір қиын болған әндердің бірі, ең қиын десе де болады. Селин Дион, My Heart Will Go On, Титаник фильміндегі сол саундтрек ән. Маған өте қиын болды. Өйткені мен осы жоба сол кезеңнің алдында мен ауылға ұшақпен ұшып кеткен болатынмын. Белгілі бір себептермен жақын досымнан айырылып қалдым. Досымды жерлеп келдім. Содан кейін менде дайындыққа 1-ақ күн уақыт қалды. Және де сөзін де жаттап үлгермедім. Мен ноталарда қиын ноталар болды. Енді қалай айтса болады, сол бір қайғыдан кейін есіңді жию қиынырақ болып кетті. Бірақ та енді жақсы айтып шықтым деп ойлаймын. Ең бастысы бұл жерде көп нотадан ұштым, көп қателестім сол әнді орындау кезде. Бірақ та жеткізім келгені бір сол әнді орындауда бір жанымның айқайын жеткізім келді. Бір сол залға қатты өтті. Енді телекөрермендерге өтті ме білмеймін. Бірақ енді дауыс берді ғой. Жанымның айқайын жеткізім келді. Сол кезде сен бізге мен де болдым, сол залда болған.
қатты расымен де бізге сезілді. Қолдауда да болдық сол жерде Иә. бір кезде. Біреу біледі, біреу білмейді Иә. енді. Ондай нәрсені жарияламайсың ғой. Енді жақсы, біз енді осы X факторға осы 10 кезеңде әртүрлі әндер айттың ғой. Иә. Біреумен ақылдастың ба? Тәлімгердің айтқан шығар енді сен осындай ән айт, осы мына әнді айтсам дұрыс болады деген секілді, әлде өзің осы әнді айтсам өтеді ау дегендей ой болды ма? Қалай болды? Иә, тәлімгерім Нұрберген Махамбетов екеуміз әр кезең Ақылдаса сайын, отырып, иә, әр кезең сайын екеуміз ақылдасып, сараптап, мына әнді айтсаң былай болады, мына әнді айтсаң былай болады. Мысалы, менің көбінесе айтатын әндерім, ол кісіге ұсынатын әндерім, ешкім біле бермейтін әндерді ұсынамын да. Енді оны жеткізу де қиын болып кетеді бір жағынан. Бірақ та ол маған айтады да, ең бір халыққа танымал әнді орындасаң, сол өтеді дейді. Мен айтамын оған, екеуміз әрдайым сөзге келіп спорт етіп сондай болып қалады енді. Рабочий моменттарда мен айтамын, бұл әнді екінің бірі орындайды ғой, мен оны қалай орындаймын деймін ғой. Енді кез келген ресторанда, кез келген караокеде орындалатын әндерді, енді танымал әндерді таңдап отырмыз да. Бірақ та айтады, маған андай мотивация берді. Сен өзіңнің нәрсеңді қос бұл әнге, өзіңнің жан дүниеңді қоссаң, бұл ерекше шығады. Және де сол Нұрбергеннің айтқан ақылдарын бірінші кезекке қойып, шештік Иә, солай. әрбірде үлкеннің тәлімгердің Иә, ақылын әрине, тыңдап отыру. тәлімгердің аты Иә. тәлімгер, ол ешбір жамандық тілемейді ғой, жаман болсын деп Иә. тілемейді. Мен бір байқағаным, басында енді бір-екі турда өтіп жүрдің ғой, одан кейін өте келе жүргізуші шығады да бір қорытынды айтады ғой. Мысалы осынша дауыспен мынау өтті, анау өтті деп. Бір үш тур өткеннен кейін сенде уже сендік пайда болды да, андай халыққа да уже қатты сенгенсің да, мысалы қанша халық шығыс қазақстан бар, үлкен нарын бар, бүкіл бәрі дауыс берді. Ойың сенде басында енді кез келген адамда, тем более сен үлкен жобаға қатысып бірінші рет. Қорқыныш болды. Қалай дауыс жетпей қала ма, ұшып кете ма деген секілді. Оның бәрі бүкіл ел саған дауыс бергеннен кейін шынайы талантқа саған шынымен дауыс берді. Сен бір қатты сенген секілдісің. Халыққа да өзіне де әр үш тур өткеннен кейін басында. Иә, сендім, бірақ енді андай болды да, сахнада өзіңді еркін сезіндім. Ән орындаған кезде мен ән орындап боламын. Уже андай өмірдегі мирас пайда болды. Мен сахнада өзім актер ретінде сезіндім. Бір образдар, белгілі бір образдар жүрмін. Әнімді айтып боламын. Болды, өмірдегі мирас, не айтарын білмейтін мирас, сондай бір қобалжып тұрам. Жюрилардың қойған сұрақтарына қобалжып жауап беріп, не айтып, не ойғанымды ұқпай қалдым. Енді барынша жақсы жауап беруге тырыстым. Енді ең қиын нәрсе ол нәтижелерді жариялайтын кезде. Кім өтті, кім өтпеді. Ол ана жерде енді шынымен де эмоция ғой. Көзіңді жұмып тұрасың, кей кезде бүйтіп қолыңды ұстап тұрасың, уайымдайсың енді. Білмеймін, кәдімгідей бір сын айтты ана жүргізуші. Интрига сақтап, интрига қатты сақтайды. Ана еще музыка ойнап тұрады. Білмеймін, енді қатты қобалжисың енді. Бірақ ішіңнен өзіңді кез келген нәтижеге дайындап тұрасың. Енді осы 10-шы кезең дейміз, дауыс беру дейміз, енді барлығы финалда дейікші, мысалы 10 кезеңі 1, 2, 3 финалға дейінгі. Қарсыластарында бар ғой, қарсыластарында ішінен кімді қатты қарады, мысалы осы болып кетеді ау, болмаса осы үшін мен шығамын ау деген секілді. Кімді айтар едің? Махамбет Али Абілді. Ол адам енді өте мықты әртіс, дайын әртіс, актер, ән орындау шеберлігі мықты, әрбір әнді өзінің жан дүниесін салып айтады да, сол адамды қатты қарсылас сезіндім. Екеуміз опасный зонада қалып қойдық бір кезеңдердің бірінде. Және менің атымды атаған кезде мен қатты қуандым, бірақ та шынымен де ішімнен андай болды да, екеуміз негізі қалмау керек едік опасный зонада. Екеуміз де финалға лайықтымыз деп ойладым. Демек сен соны финалда көргің келді? Иә, финалда. Мен негізі проекттен шығып кеткен кезде мен өзім айттым, мен осы Махамбетке дауыс беремін деп.
бірақ та Керісінше ол саған дауыс тағдыр берді. айналдырып келіп мені керісінше ол маған дауыс берді. Енді оның финалға дейінгі нелер бар. Ауылда ең басты кез келген бала үшін, өнерпаз үшін үйдегі ата анасы. Баласы жаңағы көкпар сахнасы тақым қысады, ана мен әкем үйде тақым қысып, өзіне қоңырау шалып, бір арнайы өзіне бір ақыл кеңесін айтқан шығар енді үнемі. Иә, әрине. Қаншалықты байланыста болдыңдар? Әрбір эфир сайын, әрбір эфирдің алдында, әрбір эфирдің соңында олар маған видеомен хабарласып, қолдауларын білдіріп, осылай білмеймін енді, жақындарымнан, әріптестерімнен, достарымнан, барлығынан бір үлкен қолдау көрдім. Жалпы мен осы проектідегі, осы жобадағы ең бір бақытты қатысушылардың бірімін. Енді міне біріншіден Аллахтың қалауымен өзің чемпион болдың. Бүкіл Шығыс Қазақстан, тек қана Шығыс Қазақстан, Қазақстандағы жалпы өнерпаз, өнерді танып білетіндер барлығы саған дауыс беріп, сен жанашырың болды. Ютубта да сенің айтқан әнің, орындаған әнің ең көп қаралым жинаған екен. Бір недегі кино бар ғой, Бандитский Петербург. Сол кинодағы саундтректегі әнді өзің орындап шықтың. Сол осы ютубта желісіндегі қатысушылар арасындағы ең көп қаралым сенікі болды. Бір сәтте барлығы өзгерді. Осыны өзің қалай сен күттің, қалай қабылдадың енді? Сен мысалы енді ауылда жүріп, жаңағы өзің мамандығын айттың ғой, дене шынықтыру пәні мұғалімі болып жүрдің. Қалаға, Алматыға келдің, чемпион болдың. Қалай әсер етті саған соның барлығы? Енді білмеймін. Бір айналдырса, шыр айналдырады дейді ғой. Енді бұл әрине жақсы жағына. Жақсы жағына. Кеше қандай едім? Кеше қарапайым ғана дене шынықтыру мұғалімі, ауылдан шыққан, ауылдың қара домалақ баласы едім. Қазір енді өмірім 180 градусқа өзгеріп жатыр. Енді әрине осыншама қолдауға көп внимание болып кетті де, ол сондай нәрсеге бір дайын болмадым десе болады. Бірақ та енді әрине керемет, өзіңді бір жұлдыз сезініп, сондай болып жатыр. Мына X Factor жобасы бір әртісті дайындаудағы бір үлкен мектеп. Алғашқы сен өнердегі үлкен бір қадам дейсің. Иә, үлкен қадам. Иә. Сол мектепті мен мектептен түлеп ұштым. Және 5 миллионды айтады ғой, 5 миллион менің мектептегі алтын белгім. Сол 5 миллион деп жаңағы біз өзіміз сұхбат аларда, мен жеке парақшама шығарған едім. Мен қазақ болғаннан кейін біреудің ақшасын санаған жақсы көреміз. Бәрі сұрап жатыр, мен 5 миллион сұраш, 5 миллион өзі ала ма, не істейді, қайда жұмсайды деп жатыр. Жалпы сол жағына жауап берсең, сол сұраққа. 5 миллион жалпы не істейсің 5 миллионға? Мен барлық сұхбаттарда ешқандай бір өтірік айтқан жоқпын. Сол 5 миллионды өзімнің қарыздарымды құтылуға, біраз қарыздарым бар. Содан кейін осы өнерге алғашқы капиталым бұл. Авторлық әндер жаздырам, бұйырса. Керемет бір композитор досым бар, сол біраз әндерін сыйлады. Арлан деген досым бар. Соның әндерін жарыққа шығарамын деген ойдамын. Осы X Factor'да Өскемен қаласында жерлесіміз, бауырымыз Евгений Еминов жеңгенін білесің өзіңде. Жақсы. Оны жақсы біз күтіп алдық, у-шу. Кейіннен бірақ ол жоғалып кетті. Мен сен ертең Құдай қаласа мына ауылға бара жатсың, туған жеріне. Ауылда қалқанбайсың ба? Мына ары қарай қалай жоспар, қалай болашақта? Болашақта емес, қазіргі жоспар қандай? Осы міне 2023-тегі мен Құдай қаласа. Енді айтады ғой орыстарда, одно другому не мешает дейді. Енді екі тізгінді де қатар алып жүруге тырысатын боламын. Бірақ та енді осы бір өзгеріс сенеді. Өнерді бірінші орынға қоятын боламын деп ойлаймын. Енді жалпы X Factor'дың жеңімпаздардың, X Factor'ды жеңген адамдардың арасында бір андай стереотип қалыптасып қалған. Кім жеңеді, сол жоғалып кетеді дейді. Енді мен ең бірінші мақсатым, осы жоспарым, осы стереотипті жоюға тырысамын. Өзімнің атымды шығаруға тырысамын. Мен қазір өзіміз бір продакшн ашамыз деген ой туындап жатыр. Алматыдағы сол шығыстың жігіттерімен, өзіміздің достарымыз, бір шығыстың жігіттерінің басын біріктіріп, бір жақсы бір өнер ордасына айналғымыз келеді. Сол бойынша енді жұмыс жасаймыз деп ойлаймын.
өзүмнүң авторлук әндерин чыгарып сол композитор деп айтып жатырмын ғой, сол досумдун әндерин жарыкка чыгарып енді шығыстың жігіттерін, қазақтың жігіттерін бір Қазақстанға, әлемге танымал боламыз деп ойлаймын. Иә. Өзінде жаңа бұйырса әндерің көп болсын, хит әндерің көп болсын. Әмин. Алла қаласа. Енді шығармашылықтан бөлек, енді өзін байқауға қатысқан әнші ретінде халық танитын болады. Жеңімпаз ретінде. Иә. Тағы да қандай бір байқаулардан ұсыныстар түсті ме, әлде осындай байқауға қатысамын деген жоспарың бар ма? Жоқ, ұсыныстар түскен жоқ, бірақ та енді халықаралық дәрежеге шыққым келеді. Енді бізде қанағат деген нәрсе жоқ қой қазақтарда. Ары қарай да бір бағымды сынап көргім келеді. Үлкен мектептен шықтым, енді ары қарай да бір көргім келеді. Енді славянский базарға мысалы сонда бір выходтарын іздеп жатырмыз. Қалай қатысуға болады енді. Сол славянский базарға халықаралық уровеньге шыққым келеді. Нұрбеген ағамыз тәлімгер, өзінің сол ағамызбен байланыстысыңдар ма? Не қазіргі таңда шығармашылық байланыстасыңдар ма? Иә, әрдайым сөйлесіп тұрамыз. Кеше ғана сол проект аяқталған соң дереу Индияға демалысқа ұшып кеткен болатын. Кеше маған хабарласып, сол видеомен хабарласып жатыр да, қызғандырып алады. Әзілдесіп, әрдайым дос ретінде сөйлесеміз. Жасы үлкен болғанымен ол адаммен тең дәрежеде сөйлесіп, сондай жақсы адам. Енді бұйырса барлығы, енді өзінде жаңа өзі айтқандай, үлкен байқаулардан жеңімпаз ретінде көрейік, үнемі сені қолдаймыз, осы өскеменде жүрсек те. Мынау бізде арнайы осы туған жерге бардым, осы Алматыда жақында кішігірім X Factor атынан не бердім, концерт бердім, жеке концерт. Сол туралы қысқа айтып өтсең концерт туралы. Әскери қызметте жүрген, әскери оқуда жүрген солдаттарға, курсанттарға бір керемет үлкен концерт бердік. Енді әзірге өзімнің авторлық әндерім жоқ, бірақ та X Factor жобасында орындаған әндерді көрермендердің ықыласына бөленіп, сол жерде бір жақсы бір мотивация алып қойды. Енді менің ең алғашқы жеке концертім болды. Бұйырса енді туған жеріме барып, халыққа өзімнің алғысымды жеткізгім келеді. Өйткені олар мені қолдады, маған дауыс берді, мені таңдады. Менің алғысым саған сенді, иә? Иә, маған сенді. Енді мен өзімнің алғысымды сол бір жеке концертпен бергім келеді. Бұйырса үлкен концерт болайын деп отыр. Тегін? Әрине тегін. Енді құрметті көрермендер, жаңа сен айтып жатсың ғой, туған жерім қатты қолда деп. Осы кеше осы өзің сен Өскеменге келген кезде пойыздан күтіп алды, бүкіл ел күтіп алды, баннермен, у-шу барлығы. Соны біреу салыпты видеоны. Сонысында бір өзім қарап, кеше өзім сұхбат алар кезде өзім шоу жасап шықтым, барлық пікірлерді қарап, жаңа туған жерім деп отырсың ғой. Біреу астына жазып қойыпты, бір оқырман. Мирас бауырым, тек саған үлкен дарын емес, біз де дауыс бердік, бүкіл Шығыс Қазақстан. Иә. Сондықтан бүкіл Шығыс Қазақстанға алғысым шексіз ғой, бүкіл Қазақстанға. Иә, әрине, барша Қазақстанға мен ешқандай бір ауданға бір бөлініп нетіп жатқан жоқпын. Мен бір қазақтың баласы. Сен бұл жерде туған жерге деген құрметің бұл жерде. Иә, әрине. Туған жерге құрмет ерекше ғой. Иә. Әрине, Шығыс Қазақстан, Өскемен, барлық ауданға алғысым шексіз. Тек қана Катонқарағай қолданған жоқ қой мен. Иә. Бірақ та енді әркімге өзінің туған жері ыстық. Сол мен өзімнің туған жерімді бір жарнамалағым келген секілді. Бірақ та шынымен де мен барша маған дауыс берген жандарға, барша мені қолдаған жандарға, маған сенген, мені таңдаған жандарға шынымен де алғысым шексіз. Рахмет сіздерге. Енді мына жерде сұхбат шыққан кезде жеке басына қатысты сұрақ қояйық. Осыны неге сұрамадым дегендер айтылуы мүмкін. Жалпы өз отбасың бар ма, үйленгенсің бе, бойдақсың ба? Үйленбеген, түрмесін. Иә, басым бос. Бойдақпын. Бойдақсың, не? Иә, бойдақпын. Иә, құрметті қыздар, біздің Мирас бойдақ. Бірақ енді сен айттың ғой, мен шығармашылықты бірінші жолға қоямын дедім. Өнер жолын, не? Енді Мирас біріншіден бауырмен өзіне көп рахмет. Мына жақта оқырмандар да барлығы жазып жатыр. Енді Мирас
өзіміздің ауылдан шыққан қарапайым бала, пойызбен кетіп пойызбен келіп басқа рұқсат ұшақпен ұшып келіп ондай жоқ. Қарапайымдылығынан айырылма. Осылай әрқашанда шығармашылық табыс тілеймін. Осындай сұхбатқа келісіп уақытыңды бөліп енді ертең ауылға жүйін деп жатсың, туған жерге жолың болсын. Ең бастысы шығармашылығынан енді сенен күшті жаңалықтар, хит әндер күтеміз. Көп рахмет өзіңе. Өзіңізге рахмет шақырғаныңызға. Тек қана шығармашылық табыстар тілеймін. Құрметті көрермендер, бізбен бірге қонақта болған X Factor 2023 чемпион Мирас Ерболов. Каналға жазамыз, пікір қалдырамыз. Көп рахмет. Ерлан Қабатай.